Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен таңғы асқа арнайы дайындалатын венский вафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Егер де ингредиенттерін дәл осы видеодағыдай салатын болсаңыздар, міндетті түрде вафлиларыңыз мінсіз болып шығады. Видеоның соңына дейін толықтай көруді кеңес беремін. 8 дана вафли шығады. Ең алдымен бізге жұмыртқа керек. Жұмыртқаға қантты салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Миксер қолданып қажеті жоқ. Тек қана венчик болса болғаны. Немесе шанышқының да көмегімен араластыра беруге болады. Осы массаның бетіне еріп тұрған сары майды құямыз. Тағы да араластырып жібереміз. Жұмыртқамыз пісіп қалмауы тиіс. Жылдам араластыру қажет. Егер де вафлиларыңыздың жұмсақ болғанын қаласаңыздар, дүкеннен алынған қаймақты қосу керек міндетті түрде, сонда ғана вафлиларың жұмсақ болады. Немесе йогурт қолдануға да болады. Тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Мен бұл рецептпен жасағаныма 5 жылдай болды. Өте керемет болып шығады, және де шықпай қалған күндері болған емес. Толықтай араластырамыз. Енді ұнды міндетті түрде електен өткізген дұрыс. Ұнның бетіне 1 шай қасық разрыхлитель, яғни қопсытқышымызды саламыз. 1 қасық толтырып саламыз. Кішкене ванилин қоссаңыздар да болады. Осылай ұнның барлығын араластырамыз ішінде. Барлық ұнды електен өткізіп бірденен сала беруге болады. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Мүлдем түйіршіктер қалмауы тиіс. Консистенциясы осындай болуы қажет, қатты қою емес, және де сұйық емес болады. Бірінші саларда міндетті түрде осылай кесочканың көмегімен астын майлап аламын кішкене. Вафельницаларыңыз міндетті түрде толықтай жақсы қызып тұруы тиіс. Қызып тұрған вафельницаға әр формаға 2 қасықтан салып, жақсылап 5-7 минутта пісіріп аламыз. Әркімнің вафельницасының қызуына қарай, менде тек 5 минутқа жетпей пісіп қалып жатты. Міне вафлиіміз пісті. Осылай болып шығады. Ең тез дайындалатын таңғы астардың бірі. Міндетті түрде күнделікті жасасаңыздар, балаларыңызға, үйдегілерге. Мен бетіне жидектер қойғанды ұнатамын. Бұл міндетті емес. Бал және де шоколадпен бетіне құйып жеген өте дәмді болады. Бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер, дастарханға ұсынған кезде өте әдемі көрініс болып тұрады. Көп сеппейміз, осылай бетіне кішкене ғана. Дәл осы рецептпен жасап көріңіз, сізге ұнайды деген сенімдемін. Және де менің видео рецепттерім ұнаса, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз, мені жоғалтып алмаңыз. Және де видеома лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз. Сау болыңыздар, ас болсын.